үшін мен сендерге ою туралы және кесте туралы мақал мәтелдерді яшыққа сақтап қойдым. Сол қазір мен ашамын, сол яшықты әрқайсымыз ашу арқылы не қыламыз? Топқа бөліп аламыз. Ашықтың жаздырдық, келе ғой. Кім бастаймыз? Келе ғой. Тез келеміз ал. Өрнектің ойы алтын. Молодец. Ал екінші қыз шығамыз. Келесі сұрақ. Так, ою тобын. Ою туралы мақал түскендер қыздар бір ою тобын отырамыз. Дұрыс па дұрыс емес пе тексеріп алып. Ал келесі. Кел, тағы. Тез келді. Өнер таусылмас. Азық. Ою соның қазығы маңға сөйледі. Жарайсың. Келе ғой, тез келді. Кесте қыздың. Енген сол себептен, тұрмайын дедім, топтық жұмыс берілгенді. Көлеңкесін тап деген тапсырма, балалар. Мына жерде ойуды қиып, көлеңкесін табамыз. Топ істейміз. Бәріміз бірге топ болып кетеді. Бәріміз бірге топ болып. Қайшымен жұмыс жасағанда байқаймыз. Мынаны бөліп қиып алыңдар да, тез-тез қиып жапсыра алыңдар. Бұларды мәсіндерге қанағаттанасыңдар ғой, жарайсыңдар. Тәңі сендер ал. Мінеке екі топты, мынау кесте тобының жұмысы. Бұл не әдісі? Мынау сурет салынған, мынау қамзолымыз, мынау ұлттық шапан, барлығы осы қандай техникамен орындалған кестелеу өнеріне жатады екен. Сонда біздің бүгінгі ашық сабағымыздың тақырыбы не деп ойлаймыз балдар? Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы кестелеу өнері, яғни көркем сурет, көркем кестелеу, кесте түрлері, материалдар мен құрал жабдықтармен танысу. Көңіл қойып тыңдайсыз. Ұзақ кештер ойнаған кезде әйелдер қыздармен бірге өзінің сүйікті ісіне кірісетін. Бұл шаруамен айналысқанда олар өзінің қиялындағы сырлы елге сүңгіп кететін. Ойластырылған мәселеге байланысты алдын ала әртүрлі қалыңдықтарға жіп дайындалатын. Шегін өнім негізінде ағаш, шөп, биік таулар, гүлденген дала, хайуандар әлемінің көпін тағы да бұйымдарды кестелеу үшін көмекке туысқандары, құрбылары мен көршілерге тартылатын. Қызыл жұмыс әсіресе қызды айттырғаннан кейін. Сәндік қол өнерінің бір түрі. Мата, тері, киіз, материалдар бетіне әртүрлі боялған жіптермен, жібек зерделермен сурет, өрнек салып тігу арқылы жасалады. Ежелден халық арасында кең тараған. Кестенің алғашқы үлгілерін қазық және нойын olan біздің заманымыздан бұрынғы 5-ші ғасырда қорғандардан табылған. Яғни ол кезде сол кезде тұскүйіз, тұз кілем, киім-кешектер, шекпен, қамзол, желбен және жауынгерлердің су қағарларымен сондай нелер табылған. Бұрынғы кездегі ескі нелерден. Елдерде өте ертеректе дамыған. Яғни қандай елде дамыған? Рим, сосын жас болса сиғаштап келеді. Яғни сиғаштап келіп тұрмыз 45 градуста мынадай матаның ішінде сиғаштап келеді. Ілмекті тігіс көрдік па? Кальций сияқты домалақ біріне бірі әлемдер тігілген. Біз дәл осы кестені тігіп үйренеміз. Ілмекті кестені тігіп үйренеміз. Ең оңай. Одан кейін айқас тігіс аты да айтып көрініп тұрма? Крестик жасап тігілетін тігіс. Ал тізбек тігіс тізбектер біріне бірі
жалғасып кете беретін тігіс түрі. Одан кейін тор тігіс. Бұл да кәдімгі тор ұқсатып тігілген. Көріп тұрмыз ба? Ұзына бойдан. Одан кейін осы тігіс. Түсінікті ма? Келесі балдар. Енді бізде осы кестені тігу үшін бізге не керек? Қалай ойлайсыздар? Материалдар керек па? Материал, құрал, жабдықтарымыз керек бізге, Қандай аспаптар бар екен бізге? Ине, жіп, қайшы, мен мына жерде сендерге қазір көрсетіп өтем, қандай материал, құрал, жабдықтар бізге қажет екенін, кесте тігу үшін сендерге көрсетем, мінекей, бізге кесте тігу үшін мынадай домалақ шеңбер керек, осыны ашып, ішіне матамызды салып тігеміз. Сосын міне ине жіп. Білеміз ғой ине жіпті. Міне арнайы мынау кесте тігетін жіп, мулине жіп деп аталады. Түсінікті ма? Сосын міне мата керек бізге. Осындай тегіс, беті тегіс, ақ габардин матасы керек. Болмаса мақта мата болуға болады, ол да болады. Міне мынадайда мата бол, жаңағы айқас тігісіміз бар ғой. Айқас тігіс деп аттым ғой, жаңа соны тігетін канва дейтін канва мата. Түсінікті ма? Сосын бізге мынадай жұқа не керек? Калька керек. Бұл не үшін керек деп ойлаймыз балдар? Әрине, кестені тігетін суретімізді бірінші осы калька қағазға түсіріп аламыз. Әдемірек салынды, әдемірек. Құралай апай, берейін бе саласыз ба? Матаны тура бірден сойып алып. Матаға салған сіздер қайсы өшпес болсын, өшірамайды. Өйткені біз осы келесі сабақта осы салған олайымызды кесте тігіп үйренуіміз керек келесі сабақта. Жарай ма? Бүгін сабақта не көрдік, не үйрендік, не білдік. Жарай ма қыздар? Мен сендерге сол себептен қазір сұрақ дайындап қойдым. Сол сұрақтарды ашамыз, сол сұрақтарға ішіне істейміз, жауап беруге тырысамыз, бүгінгі сұрағымызға байланысты. Әзірге әлі қызығы істеп жатыр оған. Әзірге сұрақтар дайындап қойдым. Бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты. Кесте туралы. Кім жауап береді? Келе. Сөйлесін аға. Келе. Кальканы не үшін қолданады? Жаңа айтып кеттім. Калька деген қандай қағаз дейді? Не қағаз қағаз? Кесте зашайды болды. Кесте тігу үшін қандай мата қолданамыз? Не айтты жаңа? Қандай мата дедім? Калька. Жоқ, калька ол қағаз. Жібек мата пайдалануға, мақта мата, мынау канва мата деді, жарайсың мата. Так, тез келе қойды. Үшінші яшық кім ашады бол сейдеттен, айтып еді. Келем көпін. Ал тезіп, ашады. Кесте дегеніміз не дейді? Кесте дегеніміз мата бетіне түскен суретті жіптен тұрғыз. Жарайсың, келеміз. Ал, ой өтіне. Енді балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды түсінікті болды деп ойлаймын десеңдер.
Түсінсек бүгінгі сабақты жасылды басамыз, сұрақтарымыз болса сарынды түсінбесе қызылды басайық. Келіңдер, тез басып беріңіз. Ал, басамыз. Бәріне кел ау, басамыз. Сұрақтарымыз жоқ па, басамыз. Бәрімізге түсінікті ма, бәріміз?